Көптеген интерндар сұрақ қойып жатады, менің GPA-м төмен, гостан азалып қалдым деп, ол қолды жібере салуға повод емес. Біз басқаша ойлаймыз, да? Иногда ожидание реальность болады, иногда ожидание болып шығады. Қандай темпераменттегі адам лайық эндокринолог болуға? Тіпті соңына дейін қандай мамандық таңдарын білмей, ең соңғы күні де тіпті мамандығын өзгертіп жатқан студенттер де болды. Осы жыл 6-шы курстар мен 7-ші курстар бітірейін деп жатыр. Интерндарға, енді өзіңіздің інді қарындастарыңызға қандай кеңес бересіз? Армысыздар, құрметті Қуанышты медицина каналының көрермендері, интерндар. Бұл таңдауым резидентура атты подкасттың келесі шығарылымы. Бүгін менде қонақта Мербаева Ангелина, дәрігер, резидент эндокринолог, біздің Dream Team мектебінің кураторы, соңғы уақыттан бері эндокринологиядан студенттерді дайындап, грантқа түсуіне көмектесіп, студенттердің білімін шыңдап, қосымша үйретіп жүрген керемет дәрігерлердің бірі. Ангелина, көп рахмет келіп отырғаныңызға. Сізге де рахмет. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй бәрі жақсы, өте қуаныштымын. Мені осылай шақырып жатырғаныңызға үлкен алғыс айтамын. Енді қатты уайымдамаңыз, бүгінгі не емес, официальный мынандай видео емес, біз просто как шай ішіп отқан сияқты эндокринологияның плюс-минустарын бүгін айтсақ. Енді кішігірім айтып кетсеңіз, жалпы қай университетті бітірдіңіз, қай алдыңғы жыл түстіңіз, қандай грантқа түстіңіз, жалпы сол жайын? Хорошо, рахмет Қуаныш. Мен өзім бірінші курстан бері Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінде оқимын. Интернатура, бакалавр бәрін сол жақтан бітірдім. Және де былтыр интернатурадан кейін осы эндокринологияға, резидентураға тапсырған болатынмын. Резидентурада менде государственный грант емес, осы Алматы қаласының МИО грантына тапсырдым, және де грантқа өттім. Қазіргі таңда өзім осы бірінші курсты аяқтадым. Енді бұйырса екінші курсқа өтеміз. Сіздің GPA балыңыз қанша болды? GPA балым 3.17 болды. 3.17. 3.17 болды. Госэкзамен бізде жақсы болды, 97 балл алдым. Сонымен вступительный экзамен B+ болды. Барлығын қосып, солай Алматы қаласының МИО грантына өттім. Яғни көптеген интерндар сұрақ қойып жатады, менің GPA-м төмен, жаңағы гостан азалып қалдым деп, ол қолды жібере салуға повод емес. Үміт ешқашан сөнбеу керек қой. Бір жолды таба алмадыңыз ба, оның бірнеше варианттарын іздеу керек әрқашанда. Тек қана мемлекеттік грантқа емес, әртүрлі жолдарды іздеп қараса, негізі барлығының шешімі бар. Енді кішігірім МИО гранты жайлы айтып кетейік, отработкасы қалай болады? Госгранттан қандай ерекшелігі бар? Госгранттан ерекшелігі біріншіден жылында. Мен енді Алматы қаласында отработка жасайтын болғандықтан, менің отработкам 5 жыл. Бірақ та енді көбі ойлайды ғой, шошиды да, отработкадан қашады. Бұл жерде біз мемлекеттік жұмыста жасаймыз. Ай сайынға кәдімгідей біз зарплатамызды алып тұрамыз. Ешкім тегіннен тегін жұмыс жасамайды. Тек 5 жыл ғана разницасы, сол госгранттағыдай стипендия сол көлемде алып отырамыз. Осындай ғана разница. Яғни бірақ енді сіз Шымкентке кетіп жұмыс істей алмайсыз 5 жыл. Осыны өтеп беріп кету керек. Осы Алматы қаласында. Кез келген клиникада, частный или гос? Частный немесе гос. Бола береді, өте жақсы. Енді эндокринология таңдауыңызға сіздің не әсер етті? Өте жиі қойылатын сұрақ. Не себепті деп. Шынымды айтсам, мен негізі метаболизм зат алмасу маған өте қатты ұнайды. Сол қызық маған, ас қорыту жүйесі, ішкі гормондар, бізде айтады ғой, негізі орталық жүйке жүйесі барлығын басқарады деп. Ми барлығын басқарушы. Сол сияқты гормондарда бізде организмде көптеген процестерді басқарады. Сол гормондар арқылы көптеген жүйелер, процестер бізде жүзеге асады. Сол маған өте қызық болды. Негізі мен эндокринология мен гастроэнтерологияның арасында өте қатты көп ойланған болатынмын, шешім шығара алмай. Бірақ та мен сіздің Dream Team'нің бірінші потогының, сіздің бұл кісінің шәкіртімін өзім, Қуаныш ағайдың. Сол кезде, помните, басында Айтуар Балауса келген болатын эндокринолог. Қазір енді екінші курсын тамамдап жатыр, врач тоже бітірді. Сол кісі бізге мотивационный сабақ өткізді эндокринологияны, плюс-минустарын не үшін таңдау керек, өзінің жолын айтты. Сол кезде шынымды айтсам, маған қатты ұнады плюс. До этого негізі ұнатып жүрдім, бірақ нақты шешім шығара алмай жүредім. Сол кісінің сабағынан кейін мен нақты шешім шығардым. 80-90%-ға нақты шешім шығардым. Өте жақсы. Бұл саланың енді нақты шешім шығарын деп тұрсыз, ерекше тартқан қандай тұстары бар? Мысалы, мынау дегендей. Так, ерекше тартқан, ең бірінші негізі бұл салада напряжение жоқ.
қыз балалар үшін өте жақсы мамандық. Мысалы АИГ-да, хирургияда, неде басқа кардиология сияқты мамандықтарда бізде мысалы напряжение бар да қатты. Ал именно эндокринологияда бізде напряжение аз, кипиш аз, яғни на чили, на расслабоне дейді ғой қазіргі тілмен айтқанда. Солай сіз өзіңіздің жұмысыңызды рахаттана жүріп тыныштықта жасай аласыз. Яғни қыз баласына да өте үлкен жақсы мамандықтардың бірі. Қыздарға таңдауға кеңес беремін. Жігіттерге де болады. Біздің потокта түскен 2 жігітіміз бар бізбен бірге түскен. Оларға да кеңес беремін, ер адамдарға да түсуге. Жалпы сонда сізді эндокринология оңай болғаны тартты, бірінші? Бірінші негізі жаңағы қызығушылығым тартты. Гормондарға қызығушылығым тартты қатты, прям сол саланы зерттегім келді. Екіншіден напряжение аз, қыз баласына деген оңай, салыстырмалы түрде жеңілдеу көрінді. Сосын элита деп, енді бірақ та кез келген медицинаның мамандығы элита ғой. Эндокринологияда как элита ретінде қарастырылады. Енді сіз 1 жыл қазір оқып жатсыз, бүкіл кухнясын ішінен көрдіңіз. Розовый очкиіңіз шешілді ма, бұрынғыдай ма екен, шынымен оңай ма екен, қандай екен жалпы? Не түсіндіңіз 1 жыл оқуда? Так, 1 жыл оқуда көп нәрсе түсіндік деп. Кез келген басында енді бір нәрсені істер алдын сол салаға кірмес бұрын, ішкі кухнясын көрмес бұрын біз басқаша ойлаймыз да. Иногда ожидание реальность болады, иногда ожидание болып шығады. Бірақ бұл жақта негізі қатты мен 1 жыл оқып шыққанда ондай қатты өзгеріс болған жоқ. Мен басында ойлағандай ойым солай қалыптасты. Бірақ кішкене андай бір өте тынышты эндокринология. Енді бұл қазір мен сөзіме кейбіреу қосылар, кейбіреу қосылмас. Андай тыныштық бір жағынан бір ішің пысып кететін сияқты сондай ой болады да, чувство болады, сезім. Бір адреналин хочется болады да. Еще бізде көбіне осы первый помощь көрсететін, яғни эндокринологияда экстренный помощь көрсететін, яғни диабетический кетоацидоз, мысалы гипогликемический кома, сол жағдайлардағы больница бізде мысалы Алматыда только 7-ші қалқаман больница. Егер сол жақта жұмыс жасай алсаңыз, адреналин көре аласыз қосымша. Ал егер былай стационарларда, поликлиникаларда амбулаторно жасасаңыз, онда кішкене бір ішті пыстырарлықтай бір не болуы мүмкін. Атмосфера, бірақ ол іш пысатындықтай мамандық деп ойлап қалмаңыздар, просто сондай кішкене атмосфера болады да. Енді осы сөзіңізге бір сұрақ қойайын. Қандай темпераменттегі адам лайық эндокринолог болуға? Жақсы сұрақ қойдыңыз, Қуаныш. Негізі жаны тыныштықты қалайтын, темпераменті сондай жай, былай ұзақ ойланып отырып, асықпай өзінің вайбында отырып шешім қабылдайтын, логикасы мықты. Кстати, эндокринологияға бізге логика керек. Өте қатты, себебі сахарный диабетиктерді емдеген кезде біз сахар снижающий препараттарды аламыз ба, азайтамыз ба, инсулин қосамыз ба, қоспаймыз ба, сол жақтарын біз ойлану керек бізге. Сол үшін логика керек болады бізге. Логика керек болады, жан тыныштықты қалайтын, сабырлы, ұстамды деген сияқты адамдарға өте жақсы мамандық. Енді қазір осы жыл 6-шы курстар мен 7-шы курстар бітірейін деп жатыр қатарда. И сол интерндарға, енді өзіңіздің інді қарындастарыңызға қандай кеңес бересіз? Қашаннан дайындықты бастау керек? Эндокринолог боламын десе, қалай бастау керек? Қазірден бастап не істесе болады? Әртүрлі идеялар, ойлар айтатын адамдар көп қой, бірақ мен өзімнің жүріп өткен жолым бойынша айтайын, өзімнің мнением, көзқарасым бойынша. Негізі дайындықты ерте бастаған дұрыс. Қай сала болсын, қай жол, қай профессияда болсаңыз да, менің ойымша алдын ала дайындықты бастау керек. Яғни біздің көбіне не істейміз, өзінің студенттер біледі ғой, тақалған кезде асығып, үсігіп, тек главный тапсырып шықсам болды деген сияқты оймен сондай мақсатта ниетте тапсырып жатамыз көбіне. Бұл негізі қате. Себебі тіпті, например, сіз заранее алдын ала дайындалсаңыз, сол кезде оққан білімдеріңіз, сіз сол салаға түсесіз ғой, резидентура оқып жүрген кезде де керек болады соны қолдана аласыз, сол теориялық білімді. Сол кезде уже сіз қыркүйек айында оқуға барған кезде, сіздің жаңағы жазда экзаменге дайындалған біліміңізбен әйтеуір өзіңізді көрсетіп, бір ары қарай жетелеп дамый аласыз деген сияқты. Одан кейін, яғни дер уақытында бірінші дайындалу керек, сосын қажетті дұрыс информацияларды, мәліметтерді, кітаптарды, протоколдарды, сайттарды дұрыс ақпарат жинай білу керек. Яғни көп адамдар қалай бастаймыз, неден бастаймыз, қандай кітап оқимыз деген сияқты қиыншылықтар болып жатады. Мысалы, сол үшін соның бәрін заранее, яғни по полочкам дейді ғой, қойып планмен жасау керек. Обязательно план керек. Яғни осынша, например, экзаменде осынша сұрақ болса, мына күні мынанша сұрақ қараймын, мына күні мынанша сұрақ, осы сұраққа дейін бітіремін деген сияқты регламент, обязательно тайм менеджмент болу керек деп ойлаймын.
одан кейін әрине өзіңе деген сенімділік. Яғни сіз бос уақытыңызды сол тайм-менеджментті қалай қолдандыңыз? Мен көп интерндарды білем, бос уақытында сериал көреді, бір басқа жұмыстарға кіріп кетеді, соңына дейін жүреді, сонымен интернатураға бітіреді, бірақ резидентура грантқа түсе алмай жатады. Сіз жақсы айтып кеттіңіз, мақсат деп. Негізі мынандай әңгіме бар, мақсатсыз тек қора салуға болады екен да, мақсатсыз тауық қора салуға болады дейді. Ал үй салу үшін бір мақсат керек дейді, план. Сол себепті жалпы сіз интернатура кезінде бос уақытыңызды қалай жоспарладыңыз? Жалпы кез келген интерн қандай қателік жасамау керек осы интернатура кезінде? Мен бірінші мына нәрсені айтқым келіп тұрды. Негізі қазір енді резидентура жайлы ғой, көп студенттер білмей жатады, например. Біз де басымыздан өткіздік ол нәрсені, менің де группаластарым көбі тіпті соңына дейін қандай мамандық таңдарын білмей, ең соңғы күні де тіпті мамандығын өзгертіп жатқан студенттер де болды. Бұл жерде мен ойлаймын, сіз негізі айтқан болатынсыз бізге курстың барысында, қыркүйек айының басында негізі әр саланы көру керек деген. Мен соған прям 100% қосыламын сіздің ойыңызға, практика. Яғни мысалы бір ай кардиологияда жүрдіңіз, 2 апта эндокринологияда жүрдіңіз, гастрода жүрдіңіз деген сияқты, сол ішкі кухнясына кіріп жұмыс жасап, кәдімгі практиканы көріп, пациенттермен жұмыс жасап, врачтармен сол тақырыптарды талқылап, көзді жеткізген кезде ғана барып сіз нақты шеше аласыз деп ойлаймын. Яғни белгілі бір процентке дейін, ойлаймын, что көп процентке дейін өзінің ықпалын бере алады деп солай жасаған. Біз де жүрдік, сіздің ақылыңызды тыңдамадық. Шынымды айтайын деп па, мойындай салайын осы жерде. Сосын кейін өкіндім негізі. Қап, лучше әр саланы кіріп көре салу керек еді деген сияқты ойлар мазалады. Сол сіздерге бір лайфхак деймін ба, солай көріңіздер, әр саланы кіріп, шынымен де сол кезде түсінесіздер, бұл мамандық керек па, маған ұнай ма, қызығушылығым бар ма, және мен бұны таңдай аламын ба деген сияқты. Одан кейін негізі жалпы мен көбінесе планмен жүретін адаммын. Плансыз жүрсем бір қираған бір ғимараттай сияқты сезінем өзімді, шынымды айтсам. Осы уақытқа дейін всегда мен әрдайым уақытымды айға, бірінші жылға, айға, аптаға, күнге осылай мелкий дейді ғой. Үлкен, сіз мотивация сабағыңызда айтып едіңіз ғой. Үлкен, мысалы, бір жоспар қойдыңыз, сол үлкен сияқты көрінеді да, бір алынбайтын қамал сияқты елестетеміз. Бірақ та оны алып біз бөлшектеген кезде, ол бізге бір кішкентай нәрселер, яғни біздің қолымыздан келетін, біз істей алатын нәрселер сияқты көрінетін деп. Сол сияқты сол тактика арқылы мен осылай план әрқайсысын айға, күнге, аптаға осылай бөліп, сол кезде адамға оңайырақ болады да. Әрдайым уақытты жоспарлап жүру керек, міндетті түрде бір күн болмау керек, кітап оқылмаған және медициналық ілім алынбаған. Біз енді врачтар, дәрігерлер болғандықтан бізге тем более әрдайым білімімізді жетілдіріп дамып отыру керек деп ойлаймын. Енді Ангелина, сіз жаңа айттыңыз ғой, мен практикада жүрмедім депші, бірақ сіз Dream Team обучениесіне қатысып, қаншама врачтар алып келдім білесіз ғой да? Спикерлер келді, солардың да бір ықпалы тиеді да, ол хотя бы минимальный да, ол сөйлескен, сіздің видеоңыз қалай қазір балаларға ориентир бере алады. Енді сізге мына сұрақты қойғым келіп тұр, жалпы интерндар өз бетінше дайындалған дұрыс па? Тырысқан, өз бетінше үйренемін дейді ғой. Немесе осы мысалы сіз Dream Teamге тіркелдіңіз, 1 жыл оқыдыңыз, өзіңіздің біліміңізге инвестиция, ақшалай, уақыттай, энергиямен төледіңіз, жалпы солай ортамен дайындалған дұрыс па, әлде өз бетінше дайындалған дұрыс па? Қалай ойлайсыз? Енді бұл менің ойыма көп адам қосылады деп ойлаймын. Негізі ортамен дайындалған дұрыс, өте дұрыс деп ойлаймын. Себебі өзіңнің дайындалуға сенің потенциалың жетеді, бірақ дисциплинаң жетпеуі мүмкін да. Мысалы, адам үлкен бір мотивациямен, қатты бір мотивацияланып кетеміз да, сондаймыз ғой, бәріміз пенде болғасын. Бір-екі күн немесе 1 аптаға жетуі мүмкін әрі кетсе. Одан кейін қайтадан бүйтіп пикке көтеріп қайтадан құлаймыз да, өшіп қаламыз. Ал біз ортамен дайындалған кезде бұл жерде дисциплина болады. Негізі айтады ғой, жетістікке жететін, нәтиже көрсететін көп адамдар осы дисциплинаны сақтаған адамдар деп. Сол себепті ортамен оқыған кезде дисциплина міндетті түрде сақталады. Тіпті өзің оқымасаң да сабаққа сол уақытында кіресің да, өзің оқымасаң да басқа енді студенттер талқылайды, айтады, мысалы оқиды, содан хотя бы бір нәрсе түйіп кетесің да. Сол себепті мен кеңес беремін достар, ортамен, егер жақсы курстар шығып жатса, өздеріңіздің жаңа мамандықтарыңыз бойынша дайындық курсы, осы Қуаныш ағайымыздың курсы, мен всегда жүрген жерінде сізді айтып отырамын. Бұл реклама емес, мен шынайы ойым, өзімнің эмоциям, өзім оқыдым ғой енді 1 жыл бұл кісіде, көп нәрсе түйдім, көп білім алдым деген сияқты. Сол себепті ортамен дайындалыңыздар, уақыттарыңыз үнемді болады, жоспарлы болады. Бұл енді көп айтып жатады ғой, что қазір курстар қымбат, әртүрлі, біреуінің қаражат жағынан жағдай келмеуі мүмкін. Бірақ та мен ойлаймын, ақшаны табуға болады. Ал бірақ
білімді біз уақытылы алмасақ кейін өкінеміз. Ақша кез келген уақытта табыла береді, білім алатын уақыт шектеулі деп тұрсыз ғой. Білім алатын уақыт шектеулі, себебі қазір біз жаспыз, әлі отымыз сөнбеген, потенциалымыз бар, ақыл есіміз өте жақсы дамып жатыр. Сондай уақытта бос кезде қазір оқып алу керек қой, четко. Кейін сосын, чтобы өкінбес үшін ше. Дұрыс айтасыз. Міне достар, Ангелина сіздерге нағыз мысал, пример деп айтайық. Не үшін? Себебі өзінің күшімен или қалай бір ортаға қостыңыз ба адам шынайы? Өзімнің күшімен шынайы өзім дайындалып солай өткен. Көбісі айтады, ортаға адам қосу керек, оның бәрі өтірік, ондайға сенбеңіздер. Міне өзінің күшімен түскен студенттер сіздерге дұрысын айтып жатыр. Енді Ангелина сияқты бір жыл оқысаңыздар, жаңағыдай аптасына 2-3 күн уақыттарыңызды арнасаңыздар, ол бәрі күшті да, бәрі нәтиже шығады ол кезде. Әрине нәтиже болады. Ең бастысы достар, алған беттеріңізден қайтпауларыңыз керек. Міне Ангелина өзінің GPA, енді средний GPA саналады, 3.17 деген, высший GPA болмаса да эндокринологияға, грантқа өзінің күшімен түсіп тұр. МИОға да қорықпай, егер шығып жатса, түсе беруге болады. Енді алдында мен эндокринологтар жайлы айтқан кезде көп эндокринологтар ренжіп қалып жатты. Менің ойым қайтадан ол емес, яғни осознанно бару керек. Мысалы, Ангелина ол осознанно таңдап жаңа барған интерндардың бірі. Сол себепті енді Ангелина сізге барлық жақсылықтар тілейміз. Доктор Ангелинаның мен қазір Instagram парақшасын төменге белгілеп қоямын. Кез келген сұрағы болса, сізге қоя берсе рұқсат, әрине. Яғни халық болсын, егер эндокринологиялық ауруларыңыз болса, шешілмей жүрген проблемаларыңыз болса, дәрігер сіздерге консультация беруге дайын. Немесе эндокринологияны таңдаймын деген студенттер болса, Ангелинаға жазсаңыздар, барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Ангелина осы жылдан бастап менің Dream Team атты 1 жылдық резидентураға дайындық курсында куратор, қазір эндокринологтар дайындап жатыр. Осы жылы көреміз, яғни толықтай нәтиже шығаратынымызға сенімдіміз. Ангелина, көп рахмет, әлемдегі мықты эндокринолог болыңыз. Мен айтқаныңыз келсін, сізге де үлкен рахмет.